Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай бауырдан дайындалатын өте дәмді болып шығатын бауыр тортын дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. 500 грамм бауырды майдарақ етіп турап алып, осылай блендердің көмегімен ұсақтап шығамыз. Енді кеңірек ыдысымызға 2 жұмыртқа жарамыз. Және де 1 шай қасық тұз қосып, дәміне қарай қара бұрыш қосамыз. Шамамен 1 стакан сүт құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымызды қосып, араластырамыз. Енді осы дайын болған қоспамызға бауырымызды құйып, жақсылап араластырамыз да 2 немесе 3 ас қасық сұйық май құямыз. Мінекей дайын болды, достар. Осындай орташа сұйықтықта болуы тиіс. Қызып тұрған табамызға сәл май жағып аламыз да, жаңағы қоспамызды екі жағын бірдей қылып пісіріп шығамыз. Мінекей достар, осындай болып шығады. Ендігі кезекте салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 сәбіз және де 2 пияз қажет болады. Сәбізімізді үккіштен өткізіп, пиязымызды майда етіп ұсақтап турап шығамыз. Қызып тұрған майда екеуін дайын болғанша жақсылап қуырып шығамыз. Енді достар, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрышынан қосып, жақсылап араластырып, салмамызды дайын болған соң сәл суытып аламыз. Енді бөлек ыдысқа майонезімізді құйып, дәміне қарай сарымсақты үккіштен өткізіп, жақсылап араластырамыз. Ас көгімізді де майдалап турап дайындап аламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Ең бірінші осылай майонезін жағып шығамыз. Осындай жылы күйінде жағатын болсақ, майонезіміз өте жақсы сіңеді. Енді кезекте салмасын салып шығамыз. Жақсылап жағып болған соң екінші күлшесін қойып, дәл солай жалғастыра береміз. Мінекей біз тортымызды жинап шықтық. Енді ең соңында бетіне осылай майонезімізді жағып шығамыз. Және де өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Мен піскен жұмыртқаны үккіштен өткізіп, және де майда етіп туралған аскөктерді сеуіп шықтым. Мінекей достар, бүгін сіздермен жасаған бауыр тортымыз дайын болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Торттың толық құрамы описанияда жазулы тұр. Астарыңыз дәмді болсын.